дискотека 11 жас. Елу алмаса не болады, қара. Ағай, влог. Міне. Бізде маңында мынадай ойнадық. 30 секундта өзіміздің қалған затымызды алдық. Кеттік ал. Бәйтерекке сәл ғана алдым. Қазіргі эволюцияға ұшырап, қазіргі тауықтарға айналған дейді. Біз әрине біз жауабымыз өйткені. Маймылдан жаратылғанбыз деп ше. Бауыржан Момыш айтқан, сендер маймылдан жаратылған шығарсыздар, бірақ біз қасқырдан жаратылғанбыз деген. Сәлем әлем, сіздермен инфология, Нұрбол Қалдыбаев. Бүгінгі шығарылымда Инфоленд 2026 жобасы қалай өтті толық көрсететін боламыз. Жалпы бастамас бұрын Инфоленд жобасы дегеніміз не? Инфоленд бұл қаңтар ұбт бойынша үздік рекордтық нәтиже жинаған және белсенді оқушыларымызды биылғы жылы Астана қаласына қыдыртып, негізгі университеттерді көрсетіп, тарихи жерлерді, тағы басқа әлеуметтік жерлерді көрсетіп, шолу мақсатында жасалатын 4 күндік тегін жобаларымыздың бірі. Биылғы жылы біз 7 оқушыны іріктеп алған болатынбыз, яғни қаңтар ұбтта рекордтық, тағы белсенді болған оқушыларымызды. Барлығыңа сәлем, бізде Инфоленд 2026 жобасы Инфоленд 2026-ның алғашқы тілектері ретінде влогты бастаймыз. Дәл қазір біз аэропортта біздің оқушыны күтіп тұрмыз. Біздің өзіміздің осыдан кейін бізде Астанаға қоныстану басталды. Ең қызық моменттер енді болады. Бәріне сәлем, бұл біздің влог Инфоленд жобасы басталуда. Ал енді біздің оқушыларымызға назар аударайық. Жалпы осы кезден бастап таныстық, қызықты ойындар енді болады. Достар, бәріміздің қарнымыз ашты, шаршадық, сондықтан маклюбежи. Танысу барысында бәрімізде бір сұрақ болды. 4 күн бойы не жасаймыз? Және сол 4 күн бойы не жасағаныздар сіздер осы видеодан ататын аласыздар. Екінші күні біз Қазақстандағы, жалпы орталық Азиядағы көлемі бойынша ең ірі мешіттердің бірі Астанадағы бас мешітке келдік. Дұғаларымызды тілеп, ниеттен бастайын дедік. Одан кейін Қазақстандағы IT бойынша топ университеттердің бірі айтуға келдік. Айтуда ең қызығы бізге экскурсияны студенттер жүргізсе, одан кейінгі біз барған Астана хабта экскурсияны бізге робот жүргізді. Содан кейін бізде съемкалар, жалпы іші туралы экскурсия біраз ақпарат білдік. Одан кейін біз Мегаға бардық. Мына жерде Ильяс ағай, Нұрбол ағайлар, кураторлар жинап бір нәрсе ақылдасып жатыр. Бізде де собрание болсын, болады деп сөйтсем, Нұрбол ағай балует деген тренд болады екен ғой. Марвинға бізді 60 секундқа кіргізіп, өзіміздің қалаған заттарымызды алып шығуға мүмкіндік берді. Ең оқушылардың бәрі қызық жүгіріп жүр. 47.990 теңгеге лего алып шыққан есіме түсіп кетті ғой. Жақсы, жарайды. Одан кейін оқушылармен не алғанымызды көрсетіп шықтық. Құралай апай бізге бабл алып берді. Бұған қарны тоймайды ғой деп Каусарға жол тарттық. Каусарда енді жақсылап тұрып обед ішіп алдық. Жоспар бойынша ше бәрі. Одан кейін мына жақта Бексұлтан инфологияның флагының амбассадоры болып жүр ғой. Сосын тамақ жеп болғаннан кейін Ханшатырға баратын болдық. Ханшатырға кірдік. Момент мен жоғалып қалдым. Ханшатырдан Байсерке жетіп жатыр. Бәрін доқос естіп шамкасы. Қарандар міне. Біздің кейін Паплану Байтерекке дейін пешком баратын болдық. Мен мына жерде угадывать етіп жатыр ғой. Қанша минутта барамыз, жотам деп ше. Біреулер айтады 40 минутта, біреулер айтады 1,5 сағатта жетіп қаламыз уже деп ше. Кеттік ал. Байтерекке сәл ғана қалды. Бір қызығы, бізде вообще бос уақыт болған жоқ. Бәрі андай Паплану кеткеннен кейін Байтерекке барар жолда жалпы әңгіме деген қызды ғой. Бәрі өзінің потогында курста қызықтарын айтып бардық. Бізде тик-токта бәрі түсіп жатыр. Байтеректің астында. Жалпы уақыт негізі қызық әрі тез өтті. Дым байқалған жоқ, кәдімгідей нагрузка деген болған жоқ. Байтерекке келіп қалыппыз ғой. Алып 3-ші қабатына көтерілдік. Бір қызығы, Байтеректің төбесіне көтеріліп, қай жерінен қарасан да Астананың көрікті әдемі жерлері өзі көрінісін тауып тұрады ше. Содан кейін мына жерде Ильяс ағайдың крашкасы қарасы болып тұр ғой. Осылай состав болып, 7 оқушы болып Инфолендтің суретке түстік.
28-не қараған түні бізде Бексұлтанның туған күні. Бәрін де дайындық құттықтауға. Қызық. Табы құттықтап болғаннан кейін басталды ғой бүкілі. Осы араларыңызда бірдеңе бар ше? Всегда бірге жүресіздер. Братский любовь. Одан кейін 3-ші күні біз мына көріністі көзбен көру керек қой. Набережкаға бардық, Астанадағы. Одан кейін Атырауский мостқа бардық. Ол жақта тағы да тикток түсірдік. Как обычно. Мына жақта ағайлар сөйлесіп жатыр. Бізде тикток тайм тағы да мост астында. Тиктоки. Достар, бүгін біз ЕНУ-ның қасындамыз. Бұл негізі Қазақстандағы ең ірі университеттердің. Солайынша ЕНУ-ға да келіп қалдық. Ішіндегі корпустары, бірнеше корпустарын аралап шықтық. Жалпы Қазақстан, осы Астанадағы айтудан кейінгі IT бойынша екінші универ шығар. Барлар бар екен арамызда. Одан кейін обедке келдік. Бұл жақта да тикток түсірдік. Тағы да. Ары қарай бізде планда өте бір қызық жер болды. Және біз сол жаққа келе жатырмыз. Бұл боулинг. Бұл жақта оқушылардың кәдімгідей қызықты навыктарын байқап қалдық. Нұрбол ағай. Қай команда? Бізде Ильяс ағай қатты ойнайды. Диас ағай қатты ойнайды. Диас ағай жақсы ойнайды. Одан кейін бізде жақсы ойнайтын тағы Бексұлтан бар. Бексұлтан қатты ойнап қояды екен. Одан кейін біз өте бір көрнекі мәдени орталыққа бардық. Астанадағы ұлттық музейге. Жалпы мен ойлаймын, дәл қазір ұбт-ға дайындалып жатқан түлектерге, жалпы Қазақстан тарихына беріліп кіріп оқитын оқушыларға осы орталық қызық деп ойлаймын. Себебі біз оқып 100 рет оқығанша көзбен көрген эффективнее деп айтады ғой. Біз бұл жерде ежелгі заманнан бастап қазір біздің конституциямызға дейінгі кездерді музейде толық қамтып шықтық. Қола дәуірінен бергі сақ-скифтердің бұйымдарын, киімдерін, тіпті алтын адамға дейін біздің Қазақстандағы жалпы алтын адамдардың орналасқан жерлеріне дейін біз қарап шықтық. Бітті. Қазақшасын оқысынбасам. Бізде гид Диас ағай. Диас ағай да өзінің жұмысын негізі жақсы алып шықты. Осылай динозаврларды бізге таныстырып шықты. 40 миллион жыл бұл дәуір болмай тұрып осылар өмір сүрген. Осы 4 күнде әрбір күні естен кетпесе болып сақталып қалды да. Бос уақыт болмай, кәдімгідей қызықты моменттер. Еш қалай ұмыталмайсың да бұл кезде. Менің өзімнің 11-ші классым тек ұбт-ға дайындалумен ғана өтті. Бірақ 11-ші класста ең есімде қалған сәт десе, осы инфология 2026-ға барған 4 күнімді кәдімгідей ауыз көпіртіп айтып берер едім. Жалпы ағайларға деген алғыстары, Нұрбол ағайдың, Диас ағайдың бізге деген олардың да ыстық лебіздерін тыңдай алдық. Және 4-ші соңғы күнде қоштасу барысында бізге деген кішігірім естеліктері. Және көріп отырған сыныптар болатын болса, келесі жылы дәл осындай уақытта сен де осы инфоленттің қатысушысы боласың. Инфоленд ол былайша айтқанда осы 7 оқушыға керемет әсер қалдырды деп айта аламын. Өзіме де керемет әсер қалдырды. Инфология ұжымының жұмыскерлеріне алғысым шексіз, себебі осы кісілердің арқасында біз Астананың ұлттық құндылықтарын көріп, сонымен қатар өзімізді былайша айтқанда рухани және де діни тұрғыда да, рухани тұрғыда да, моральдық тұрғыда байтық деп санаймыз. Осы инфоленд жобасында жалпы біз көптеген мифтерді аштық деп те айта аламын. Өйткені жаңағыдай университеттер жайлы ЕНУ-ды көрсетті бізге, айтуды көрсетті, ішін көрсетті, олардың жаңағы оқушыларын көрсетті дегендей. Яғни сол арқылы біз олардың айырмашылықтарын біле арқылы өзімізге жаңа бір ой түзе алдық.
инфолент секілді жобаларды ұйымдастыру ол болашаққа деген инвестиция деп те санаймын. Инфолент жобасы маған өте қатты ұнады. Бүкіл ожиданиямнан да өтіп кетті деп айтсам болады. Жалпы бұл инфолент жобасы басқа курстардан қарағанда инфологияны жаңа қырынан танытты деп білем. Ал жалпы жобадан, жалпы лагерден, 4 күндік лагерден маған өте қатты ұнағаны, әрине қыдыртқаны, әртүрлі жерлерге апарғаны, бізді барлық жақтан камераға түсіріп, біздің барлық моменттерімізді түсіргені мен үшін өте қатты әсерлі болды. Бірақ бұның барлығынан өте қатты маңыздысы ол команданың жұмысы деп білем. Әрбір моментті бақылай алған. Себебі біз бір жаққа барсақ та, бір жақта бір ойындар ойнасақ та, кураторлар, методисттер, жаңағы маркетинг бөлімі, академ директорымыз, негізін қалаушы директорымыз Нұрбол ағай да толыққанды біздің қасымызда болып, толыққанды қолдап, жанымызда жүріп, былайша айтқанда 24/7 біздің қасымызда болды. Қайда барсақ та кураторлар мүмкіндігінше қасымыздан табылды. Осындай моменттер мен үшін өте құнды болды деп есептеймін. Және осы үшін рахмет. Көптеген оқушылардың гештальттары да жабылды деп білемін. Себебі офисқа да барып үлгердік. Ол жақта да көптеген качественный дүниелерді де түсіре білдік деп білемін. Бүгін жалпы менің туған күнім. Мен өзім инфоленттен жақсы әсерлер алдым. Көптеген жерлерді көрдім, көптеген қызық көрдім, жаңа достар болды. Былай өзіміздің арамызда жақсы сөйлесіп, сондай қызықтар болды. Бұл инфолент жобасына өзім инфология командасына рахметімді айтам. Осы инфолент жобасы маған өте жақсы ұнап жатыр. Негізі менің ойлағанымнан да ожиданиямда өте жоғары дәрежеде өтіп жатыр. Маған осы 4 күн ішінде өте ұнағаны. Бүгінгі күн біз ұлттық музейде Қазақстан ежелгі тарихын және жалпы қазіргі заманға дейінгі бүкіл тарихын өз көзімізбен көрген болатынбыз. Осы үшін инфология жобасына, академия директорына, маркетингке, Нұрбол ағайға және осы кураторларымызбен біздің қасымызда әрдайым табылғандарына, ойлағандарына рахмет айтамын. Инфологияға және де мені дайындаған мұғалімдерге рахмет айтқым келіп тұр. Себебі мен олардың арқасында ұбт-да жақсы нәтижеге жеттім және де осы жерде отырмын. Және де инфолент жобасы өте жақсы өтті деп ойлаймын. Инфолент жобасы арқылы мен өзімнің кураторлармен, Нұрбол ағамен және Яс ағамен және көптеген басқа да керемет адамдармен таныса алдым. Жалпы инфолент жобасы маған өте қатты ұнап жатыр. Біз осы кезге дейін, осы күндер ішінде көптеген жерлерді араладық. Осы инфолент жобасының арқасында. Осы инфолент жобасын ұйымдастырып отырған ең бірінші инфология ұжымына өте қатты алғысымды білдіремін. Себебі сол кісілердің арқасында біз қазір және де өз еңбегіміздің арқасында көптеген жетістіктерге жетіп, осы жерде бәріміз бірге қыдырып, уақытты жақсы өткізіп жатырмыз. Инфология ұйымдастырып жатқан 2026 жылғы инфолент жобасы өз мәресіне жетейін деп жатыр. Осы 4 күнде біз үздік оқушыларымызды Астана қаласына шақырып, осы Астана қаласында жалпы қандай университеттер бар, қандай мамандықтарда оқытады, өздерінің алдағы студент болатын кезде салыстырып көру үшін жасаған жоба болатын. Және одан бөлек жаңағыдай әртүрлі іс-шаралар болды, ойындар, тағы басқа көңіл көтеру мақсатында, яғни олар қаңтар ұбт-сын тапсырып, кішігірім демалыс жасау мақсатында жасаған болатынбыз. Бұл жерде 4 күн ішінде мен өзім де осы оқушыларға кішігірім бауыр басып қалдым, яғни олардың түсініп бастадым, қалай деген сияқты. Барлық осы оқушылардың ата-аналарына мен алғысымды білдіремін. Осындай сеніп бізді осы Астана қаласына жіберіп отырған, бізге сенім артқан. Бұйырса осы барлық оқушылар алдағы уақытта грантқа түсіп мықты маман болады деген ниеттемін.